деген сыйынуы шыңдалу керек. Оған еш нәрсені серік қоспаңдар дейді. Одан кейін қараңыз енді. Алланың хақысы берілді, қалған келесісін қараңыз. Уабил уәлидейни ихсана. Ата-анаңа жақсылық жасау. Әлеуметтік проблеманы шешіп жатыр ма? Құран шешіп жатыр. Ата-анаңа жақсылық жасауды бұйырдық. Қандай дәрежеде жақсылық жасаймыз? Исра сүресінде Алла мысал келтіреді әдемілеп. Уақада раббука алла таъбуду илля ияху. Раббыларың о баста шешіп қойған дейді сендерге. Өзінен басқаға құлшылық қылмауларыңды, сосын уабил уәлидей ихсана. Сосын ата-анаға жақсылық жасау. Қалай жақсылық жасаймын, Раббым? Имма яблуғанна индакал кибара ахадухума ау килахума. Қашан ол екеуінің біреуі, не екеуі де көзі тірі болып, сенің қасыңда кәрілікке жетсе, кәртайып бастаса. Қараңыз. Мүмкін сізде ол екеуінде жоқ білім бар шығар. Сізде ол екеуі ешқашан тауып көрмеген кәсіп бар шығар. Ол екеуі өмірінде мінбеген көлік бар шығар. Ол екеуінің қолы жетпеген нәрселерге қолың жетіп жүрген шығар. Сонда Алла Тағала айтады, қашан екеуі де, не екеуінің біреуі сенің қасыңда кәрілікке жетсе, кәртайса, фәлә тақул лахума уффин. Қараңыз. Екеуіне туф деп сөйлеме дейді. Қай дін шеше алады ата-анамен байланысты осындай дәрежеге дейін айтыңыздар. Міне. Ешбір дін бұлай шеше алмайды. Қарасашы аузыңда не істеп отыр? Туф деген наразылық, претензияңды көрмейін дейді ата-анаңа жасап отқан. Қанша жерден салиқалы болсаң да одан. Уәлә танхархума. Екеуіне дауыс көтеріп қап, зекіп сөйлеме дейді. Хақың жоқ дейді. Қарасаңыз. Қоғамда бар ма бұл проблема? Бар. Құран шешкелі тұр тек. Құран өміріңді, ата-анаңмен байланысыңды шындап, тазалап бергісі келіп тұр екен. Екеуіне зекіп, дауыс көтеріп сөйлеме дейді. Хақың жоқ. Вақул лахума қаулан карима. Екеуіне құрметті сөз сөйле. Қараңыз қалай тәрбиелеп отыр. Уахфид лахума жанаха зулли минар рахма. Әрдайым екеуінің алдында рахымдылықтан болған төмендеген қанатыңды жайып жүр. Қараңыз қалай жасап отыр. Міне. Төмендеген түрде дейді. Қанатыңды жай дейді екеуіне. Рахымдылықтан. Сосын мына дұғаны ұмытпа дейді. Бұл дұға саған парыз ата-анаң болса. Қандай дұға? Роббирхамхума. Раббым екеуінде рахымыңа бөлеші. Кама роббаяни сағира. Мені кішкентай кезімде тәрбиелегендей. Көрдіңіз ба? Осындай дәрежеге дейін мені үйретіп жатыр. Сосын егер сен олардан гөрі салиқалы болсаң дейді. Раббукум ахламу ма бинуфусикум. Раббыларың сендердің ішкі дүниелеріңді біледі ғой дейді. Интакуну солихин. Егер салиқалылардан болсаңдар, іштеріңнен ақ біледі ғой. Ата-анаңа неменеге дәлелдейсің дейді. Осында білмейсіз ба деп. Қайдан біліп шығып едің сен? Көрдіңіз ба? Кейде артық салиқалық сізге нәсіп етілсе, ата-анаңнан сол салиқалылығың ата-анаңнан көтеріп кетіп жүрмесін бүйтіп дейді. Мен білем ғой дейді, салиқалы болсаң, ішкі дүниеңді мен ғана білгенім жетпей ме саған? Неменеге дәлелдей бересің дейді адамдарға, әсіресе ата-анаңа. Сондықтан мен осындай сені тәубаңа осылай әкеп жатқан кезімде біл дейді. Фәиннаху кана лил әуәбина ғафура. Сөзсіз сенің Раббың осындай өсиеттерім айтылған кезде қойдым Раббым, түсіндім Раббым дегендерге кешірімді қой дейді. Міне. Сондықтан ата-ананың хақысын қараңыз қалай.